Оқушыңыздың немесе балаңыздың ойы шашыраңқы болса, жаңа ақпаратты қабылдауға қиналса, үй тапсырмасын ұзақ орындайтын болса, оқудан тез жалығатын болса, оның шешімі нейрогимнастика. Сәлем, құрметті достар, сіздермен Әсемнұр. Бүгін сіздерге нейрогимнастика туралы айтатын боламын. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, міндетті түрде достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Видео сізге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Миды оятуға арналған ең тиімді тәсілдердің бірі ауызша санау. Ауызша санау арқылы балалар сандарды есіне сақтайды, бейнелік ойлау қабілеті дамиды, зейіні арта түседі. Не істеу керек? Секундомерді қосып, 1-ден 100-ге дейін 4 қадаммен ойша санау керек. Яғни 100, 96, 92, 88, тағы сол сияқты ары қарай жалғастыру керек. Дайынсың ба? Уақытыңды қос. Берілген суретке мұқият қараңыз. Жұлдыздардың түсіне және ішіндегі сандарға мұқият назар аударып, есіңде сақта. Ендеше ойынымызды бастаймыз. Берілген суреттерді мұқият қарап болсаң, қолыңмен жауып, мынадай сұрақтарға жауап беруіңді сұраймын. Дайынсың ба? Ендеше бастайық. Ортадағы жұлдызда қандай түс және сан болды? 3 саны қандай түсті жұлдызда? Көк жұлдыздың астында қандай түсті жұлдыз? Жасыл түсті жұлдызда қандай сан жазылған? Оқу жылдамдығын арттыруға арналған жаттығулар. Берілген бағандағы сөздерді жоғарыдан төменге қарай, төменнен жоғары қарай оқып шық. Бірінші бағана: үй, күн, қол, адам, өмір, уақыт, жұмыс. Екінші бағана: су, түс, көз, орын, бағыт, шындық, шеңбер. Үшінші бағана: ел, бас, қала, бала, жүйе, соңы, әдемі. Төртінші бағана: аяқ, сөз, жер, жыл, сағат, халық, шешім. Есіңе түсіріп, кемінде 5 сөзді айт. Әріптер және қолдар жаттығуы. Бұл ойын арқылы баланың ойлау қабілеті, зейіні арта түсетін болады. Мынадағы әріптердің астында О әріпі белгіленсе, оң қолыңызды, С әріпі белгіленсе, сол қолыңызды, Б әріпі белгіленсе, екі қолыңызды бірдей көтересіз. Ендеше бастайық. А, О, Б, Р, Г, Ғ, Д, Е, Я, Ж, З, И, қысқа И, К, Қ, Л, Э, Н, Ң, О, Ә, Ю, В, С, Т, У, О, Ö, Ф, Х, О, Ц, Ч, Э, Ш, Ы. Берілген бағанадағыдай, астында О әріпі белгіленсе, оң қолыңызды, С әріпі белгіленсе, сол қолыңызды, Б әріпі белгіленсе, екі қолыңызды бірдей көтеретін боласыз. Осылай баланың ойлау қабілеті одан әрі арта түсетіні сөзсіз. Сіздермен болған Әсемнұр. Егер видео сіз үшін пайдалы болса, менімен бірге болыңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео сіз үшін пайдалы болса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз.